Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін тауықтың етінен жасалатын, өте жылдам дайын болатын кешкі астың рецептісімен бөлісемін. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Өте дәмді тағам және жылдам дайын болады. Бұл тағамды дайындау үшін мен 2 тауықтың аяғын алдым, окорочкасын алдым. Енді осы тауықты қара бұрыш сеуіп, үстіне тұз сеуіп, паприка сеуіп, тұздап, маринадтап дайындап аламын. 2 жағын бірдей. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп алыңыз. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Болашақта менің шығатын жаңа видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп алыңыз. Енді тауықты осылай дайындап, маринадтап 15-20 минутқа қойып қоямын. Сосын чесногымды майдалап турап аламын. Енді чесногым турап болған соң қызып тұрған майға бағанағы маринадтап алған тауықтың етін қуырып аламын. 2 жағында қып-қызыл қылып, қызыл-қызыл қылып, 2 жағын қуырып, әдемілеп дайындап аламын. Өте жылдам дайын болатын тағам. Тауықтың еті негіз жеңіл тағам ғой. Осылай жасап көріңіздер. Енді тауығым еті пока пісіп жатқанда көкөністерімді турап аламын. Мендегі тәтті бұрыш біреу қостым. 2 жуаны көбіктеп майдалап турап аламын. Сосын баклажанды негізі міндетті түрде қоссаңыз дұрыс болады. Баклажанның дәмі өте керемет, әдемі болып шығады бұл тағамда. Сосын сәбізді де турап аламын солай майдалап. Енді кезекте картопты да осылай көбіктетіп турамын. Үлкен көбік қылып турап, тауықтың етін аударып, 2 жағын қызартып қуырып аламын. Мен тауығым еті пісіп дайын болды. Енді оны алып, тарелкеге салып, енді осы майдың үстіне пиязымды салып қуырам. Оның үстіне сәбізді, чеснок бәрін араластырып, жақсылап қуырып аламын. Және тәтті бұрыш, картоп, дәміне қарай тұз, қара бұрыш, дәмдеуіштер қосаңыздар. Мен паприка қостым және мята, сосын лавр жапырағын қосып жібердім, 2-3 түйір. Оның үстіне баклажанды салып, араластырып жіберіп, кішкене бұқтырып қоямын. 10 минут, 15 минут бұқтырып қоямын баяу отта. Сосын оның үстіне 2-3 ас қасық қаймақ саламын. Егерде үйіңізде қаймақ болмаса, оның орнына майонез қоссаңыз да бола береді. Сосын тауықтың етін үстіне қойып, баяу отта 5-10 минут бұқтырып аламын. Менің тамағым дайын болды, өте дәмді, керемет болады. Осылай жасап көріңіздер міндетті түрде. Мен үстіне укроп септім. Егерде сізде үйіңізде свежий укроп болса, свежий укроп сеп қойсаңыз тіпті керемет болады. Сау саламатта болыңыз.